Ассалаумалейкум. Bir түсініктеме жүргізіп кетейін. Осы вермит технология саласы бойынша. Жалпы бұл салада өзі екі бағыт бар. Біреуі шылау үшін көбейту бағыты болса, екіншісі биогумус өндіру бағыты. Біздің Қазақстанда бұл сала, жалпы вермит технология саласы енді етек жайып келе жатқаннан кейін биогумусты өндіру, биогумустың сапасына қарай жұмыс істеу деген жарысып, жаңағыда бір-бірімен конкуренция болып жұмыс істеу деген қатты дамымаған. Биогумус почти жоқ десек те болады. Сол себепті жоқ нәрсені халық тұтынбағаннан кейін оған сұраныс та аз болады. Енді Аллаға шүкір, қазір биогумусты диқандарымыз қолданып жатыр. Қарбызға, мақтаға, сонда неше түрлі жемістердің түрлеріне, өсімдіктерге қолданып жатыр. Нәтижесімен диқандар бөлісіп жатыр, өздері бөлісіп жатыр. Керемет пайдасы. Осылай екі қатарында осы биогумуспен егіп керемет болды. Келесі жылы полный осы биогумуспен егем деген диқандардың саны көбейіп келе жатыр. Себебі биогумус өндіретін вермит технологтар аз болса да енді нәтиже беріп жатыр. Оңтүстік Қазақстаннан әр жерден болса да диқандар өздерін көрсетіп жатыр. Енді кеше маған бір бауырым келеді. Нұрке, осылай мен 10 квадрат шылау үшін алсам ба деп едім. Жақсы, қалай аласыз? 10 квадрат шылау үшінді мен кредитке алам дейді. Кредит алам дейді, 1,5 миллион. Сөйтем де осыған тығам дейді. Сөйтіп 10 квадрат шылау үшінді 100 квадратқа көбейтіп, 100 квадратты мен 15 миллион қылып, болмаса 100 миллион, 150 миллион қылып сатып байи салам дейді. Ол қатты түсініктедім де мен. Себебі бұл салада негізгі тема биогумус өндіру саласы да. Біз шылау үшінімізді қаншалықты күтсек, соншалықты биогумус тез өндіреміз. Осыны естен шығармаңыздар. Сол себепті біз бұл салада биогумус өндіру бағытына қарай ұмтылуымыз керек та. Яғни биогумус өндіру шыңына жетуіміз керек. Ал ол шыңға жетем дегенше бізде шылау үшін дайын болатын болса, жолшыбай лестницалармен сатып кете береміз да. Яғни сол шыңға жетем дегенше жолшыбай сатқан шылау үшіндарымыз біздің осы биогумус өндіру саласында істеп жатқан жұмысымыздың шығындарын, үйдегі бала шағаның азық түлігін шығындарын жабады, Алла қаласа. Сол себепті негізгі мақсат бұл салада биогумус өндіру саласын қолға алуымыз керек. Биогумус деген білесіздер. Көңнің құрамында неше түрлі аурулар болады. Осы шылау үшіндар оны өңдемей тұрып. Сол көңнің құрамындағы неше түрлі ауруларды осы шылау үшіндар жеу арқылы өлтіріп, таза табиғи органикалық тыңайтқыш өндіріп береді бізге. Шылау үшін сол биогумусты біз өсімдікке қолдану арқылы, жақсы нәтижеге жету арқылы біз Құдай қаласа бұл кәсіптің пайдасын көретін боламыз. Сол себепті шылау үшінді пәленесе көбейтіп, мен сата салам деген нәрсені мидан алып тастаңыздар. Сатасыз қашан? Егер сіз рекламаңызды жақсы жасасаңыз, жан-жақты таргеттер жүргізіп, продвигать етіп, WhatsApp группа ашып, Инста, YouTube каналдар ашып жүргізсеңіздер, Құдай қаласа сатасыздар. Ешқандай проблема емес. Бірақ негізгі мақсатты жаңағы биогумус өндіру бағытына қойыңыздар. Биогумус ол ешқашан срогы өтіп кетпейді. оның бір жақсы көлеңке жерде тұрса, одан сайын нығая береді ол ше. Сол себепті биогумус өндіру саласына мақсат қойыңыздар. Айтадым ғой, енді етек алып Қазақстанға енді танымал болып келе жатыр бұл биогумус. Биылдың өзінде көктемде биогумус жетпей қалды бізге ше.
көктемде кәдімгідей дефицит байқалды. Жетпей қалды, електен өткізе алмай қалдық. Ол нәм болып қалды. Көктемде не деген жауын болды, тоқтамай. Сол кезде бүйегіміз тапшы болды да, сонымен жетпей қалды. Ал енді келесі жыл бұдан да үлкен болады да, сұранысшы. Сол себепті кубын 70 мың теңге, 80 мың теңге есептеп, келесі көктемге бүйегімізді дайындай беріңіздер. Баршаңыз айтатын кеңесім сол. 3 айда көбейді ма, болды. 3 айдан кейін көбейгеннен кейін ол бүйегіміз өндіру бақытына кіріп кетеді. Сол үшінші үстінен новый азыққа жәшікке салыңыз да, бөліп алыңыз да, екінші жерге көбейте беріңіз. Шылау үшінде. Үйде бос жер қалмау керек қой. Өң деген жетеді. Соның бәрін тиімді пайдаланыңыздар. Аллах тағала берекесін берсін. Қандай да сұрақтар ойларыңыз болса, осы ортада бөлісіңіздер.